Кеш жарық құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, бүгінгі күнім тағы да ертек оқитын кез келді. Бүгінгі менің ертегімнің аты Қотыр торғай. Мен ойлаймын, осы ертегі сіздерге ұнайды ғой деп, ұнағаннан кейін сіздер жүрек лүпілін басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, ертегіні ары қарай таратуға тырысыңыздар. Бір қотыр торғай шеңгелге қонып отырғанда, жарасының қара қотырланған аузын шеңгелдің тікенегі сыдырып кетіпті. Торғай ашуланып, қап бәлем, сен ешкіге айтпасан ба деп, ешкіге келеді. Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің? Ешкі, оны жемек түгіл өзім лақтай алмай жатырмын дейді. Торғай, қап бәлем, сені қасқырға айтпасан ба дейді. Қасқырға, ана ешкі неге жемейсің? Оны жемек түгіл байдың жабағысын жеп тауыса алмай жатырмын дейді. Қап бәлем, торғай айтады, сені жылқышыға айтпасам ба? Жылқышы, ана қасқырды неге ұрып алмайсың? Жылқышы, оны ұрып алмақты өзімнің ұйқым қанбай жүр. Торғай, қап бәлем, сені байға айтпасам ба дейді. Байеке, ана жылқышың неге сабамайсың? Бай, оны сабамақ түгіл өзіміз қоспамызды тауыса алмай отырмын. Торғай, қап бәлем, сені тышқанға айтпасам ба деп, тышқанға келеді. Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің? Тышқан, оны жемек түгіл өзім інімді қаза алмай жатырмын дейді Торғай. Торғай сонда айтады, қап бәлем, сені балаларға айтпасам ба? Балалар, ана тышқан неге ұрып алмайсыңдар, балалар? Оны ұрып алмақ түгіл өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз дейді Торғай. Қап бәлем, сендер кемпірге айтпасам ба дейді. Кемпір, ана балаларды неге ұрмайсың? Кемпір, оларды ұрмақ түгіл өзім жүнімді сабай алмай жатырмын дейді. Торғай, қап бәлем, сені құйынға айтпасам ба дейді де, құйынға барады. Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың? Құйын сөғіп, кемпірдің жүнін ұшырады. Кемпір балаларды ұрады. Балалар тышқанды ұстап алады. Тышқан байдың қоспасын төгіседі. Бай жылқышыны сабайды. Жылқышы қасқырды ұстап алады. Қасқыр ешкіні жейді. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жей алмай, қотыр торғай шеңгелден өшін алмаған екен дейді. Ертегі шынында да, құрметті ата-аналар, құрметті бүлдіршіндер, өте қызық екен. Бұл кәдімгі шытырман ертегі. Есте сақтау да қиын сияқты. Бірақ сіздер менен кейін бірнеше рет тыңдап, есте сақтауға тырысыңыздар. Қазақ тілі өте бай тіл. Бұл сіздерге қазақ тілін игеруге көмектесетін ертегі ғой деп ойлаймын. Жүрек лүпілін басуға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.